Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala seyyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Құрметті жамағат, біз сол әр сейсенбі сайынғы дәрісімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Әр сейсенбіде біз хадисті талдап, шарықтап, хадистің мағынасын ұғынып, ол жердегі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бізге не нәрсені бұйырып, не нәрседен тыйғанын, қандай амалды орындап, қандай нәрседен сақтану қажеттігі жайында Алла елшісі саллаллаху алейхи вассаламның айтқандығын біз өтіп айтып келіп жатырмыз. Енді бүгінгі хадиске тоқталатын болсақ, عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. Бұл хадис Сахих Бухари және Муслимде келген. Ибн Умар, Алла ол екеуінен разы болсын, риуаят етуімен жеткен хадис. Бұл хадис аса маңызды, аса қажетті хадистердің бірі. Қай жағынан маңызды және қай жағынан бізге қажетті болғандығы, ол мағынасын дұрыс түсіну, мағынасын дұрыс ұғыну жағынан өте маңызды хадистердің бірі. Енді мәтіннің өзіне келетін болсақ, ол жерде былай делінеді. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтқан: мен адамдардың Алладан басқа Құдай жоқ және Мұхаммад оның елшісі екеніне куәлік еткеніне, намаз оқығандарына және зекет бергендеріне дейін олармен күресуге бұйырылғанмын дейді. Осылай деп айтылады. Кейін хадистің жалғасында, ал егер олар оны істейтін болса, яғни куәлік келтіріп, Алла тағалаға және Алла елшісінен иман келтіре отырып, осын намазын оқып, зекетін беретін болса, онда маған олардың малдары және олардың қандары, өмірлері маған тыйым салынады, арам етілінеді дейді. Олардың малдарын алуға болмайды, тиісуге болмайды мал дүниесіне, және олардың жандарына, олардың қандарына тиісуге болмайды делінеді. Илля бихаққил ислам, тек қана мынау діни жазаларға қатысты мәселелер болатын болса, діни мәселелерге қатысты анық күпірлік еткен, анық түрде қарсы шыққан, анық түрде исламнан бет бұрған, исламды мойындамаған жағдайлардан басқа. Уахисабухум алаллахи та'ала, және олардың ішкі жан дүниесіндегі нәрсесінің барлығы, оның есебі Аллаға қалады делінеді. Яғни олар тілдерімен шахада сөзін айтқанымен, Алланы мойындап, пайғамбарымызды мойындап, ла иляха иллаллахын айтқанымен, бірақ ішіндегі жан дүниесі, тілмен айтып, ішкі дүниесі басқа нәрседе болатын болса, күпірлікте болса, Аллаға қарсы шыққан болса, пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға қарсы шыққан болса, оның есебі Аллаға қалады деп хадистің соңында Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам айтуда. Енді бұл хадисте умирту деген сөзбен басталады. Мен бұйырылдым. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бұйрық берілді. Алла тағала тарапынан бұйрық келді. Алла елшісіне саллаллаху алейхи вассалам. Қандай бұйрық? Ан уқатилан наса. Бұл жерде біз мағынасын, түпкі осы хадистегі мағынасын күресу деп келтірдік. Ал енді сөзбе сөз келетін болсақ, бұл жерде соғысу жайында айтады. Бірақ бұл соғысуды қалай түсінуіміз керек? Кейбір бауырлар арабшаның білетіндер бар, білмейтіндер бар. Соның ішінде аудармасын оқып, орысша аудармасы бар, қазақша аудармасы бар. Сол аудармаларын оқып, хадисті бұрмалатып, дұрыс түсінбейтіндер бар. Бұл жерде олар айтатыны, пайғамбарымызға бұйырылды, жаңа ла иляха илlallah айтпаған бәрін не істеу керек? Бауыздау керек екен деп сөйтіп түсінетіндер бар. Алла сақтасын.
сөйтіп түсінетіндер бар. Соғысу керек, олармен күресу керек деп. Олар не? Ла иляха илlallah айтпайынша, соған келмейінше деп соны бұрмалатып түсінетіндер бар. Бірақ осы жердегі уқатиля деген сөзге келетін болсақ, бұл сөзді түп негізінде араб тілінің грамматикасын меңгерген адамдар оны басқаша түсінеді. Яғни басқаша дегеніміз түпкі мағынасын түсінеді. Не туралы айтылып жатқанын түсінеді бұл жерде. Сонымен қатар жаңа грамматика деген наху ілімін меңгерген, сондай-ақ усул фиқ деген ілімді меңгерген адамдар, момын мұсылмандар бұны хадисті дұрыс түсіне алады. Усул фиқ. Усул фиқ дегеніміз сол осы фиқтің негізі. Түсіну, Құранды дұрыс түсіну, хадисті дұрыс түсіну, ішіндегі түпкі мағынасында не айтылған, не бізге жеткізілбекші болған, Алла тағала нені айтпақшы болған, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисінде түпкі мағынасына нені бізге келтірген, соны түсіну үшін усул фиқты меңгерген болу керек. Осы жерде айтады, уқатиля деген, ол бұл жерде айтып тұрған жоқ, умирту ан ақтул деп айтылып тұрған жоқ дейді ғалымдар. Хадис ілімін тәпсірлеген ғалымдар айтады, бұл жерде умирту ан ақтул деп айтылып тұрған жоқ. Яғни мен бұйырылдым өлтіру үшін деп тұрған жоқ бұл жерде. Бұл жерде ан уқатиля, күресу үшін. Не нәрсемен күресу? Бұл жердегі меңзеп тұрған нәрсе бұл Меккедегі мушриктер туралы айтылған хадис еді негізінде. Меккедегі мушриктер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға және оның артынан ерген сахабалар, салих сахабаларға және жаңағы бір тобы Мединаға хижрет етті, бір тобы Эфиопияға хижрет еткендері бар. Не үшін олар хижрет етті? Өйткені оларды Меккеден қуды олар не істеді? Әбден қысымдық көрсетіп, зорлық, зомбылық жасап, не істеді? Мұсылмандарды шеттетті әбден. Керек болса, соғыста ашты, жариялады. Мекке мүшриктері, Мекке кәпірлері. Осы жерде уқатиля дегенде бұл сенмен жауласып жатқандармен жаулас деген мағынада келген сөз. Бұл жердегі етістік уқатиля деген сенмен күрескен адаммен сен күрес делініп тұр. Яғни сен бірінші барып нападение жасама, яғни сен бірінші барып нападение жаса деп тұрған жоқ бұл жерде. Сен барып бірінші қан төк, сен бірінші барып олардың жаңағы мал мүлкіне қол сұқ деп айтылып тұрған жоқ. Бұл жерде айтылып тұрғаны сенмен жауласқан нәрсемен жаулас деп тұр бұл жерде. Сондай мағынада келген хадис. Бұны дұрыс түсіну керек. Және бұл хадистің айтылуы Мекке мүшриктеріне қатысты. Қай кезге шейін күресу керек делінеді? Егер олар Алладан басқа тәңір жоқ екеніне, Құдай жоқ екеніне, Мұхаммед оның елшісі екеніне куәлік келтірсе, намаздарын оқыса, зекеттерін берсе, онда оларға не малына да, не өміріне де ешқандай былайша айтқанда жапа шектірмеу керек. Олардың малына қол сұқпау керек. Өміріне ешқандай сіздің тарапыңыздан зиян тимеу керек. Абу Хурайрадан жеткен хадисте, Муслим риуаятында мынандай бір оқиға келтіріледі. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам Али радиаллаху анхуға мұсылмандардың туын ұстатады. Ол ту Хайбар шайқасында орын алады. Ол Хайбар шайқасы мүшриктер мұсылмандарға қарсы шыққан кезде, мұсылмандар былайша айтқанда қорғану үшін, дінін сақтап қалу үшін, дініне нұқсан келтірмеу үшін, дініне мүшрик тарапынан қарсылық болғандықтан оларға жауап беру мақсатында болған қақтығыс кезінде, Хайбар кезінде, сонда Али радиаллаху анхун қолына ту ұстатады. Сөйтіп айтады, сен бар және ешқайда бұрылмай жүре бер дейді. Сөйтіп Али радиаллаху анху сол тумен бара жатып тоқтай қалады да сөйтіп айқай салады. Ей Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам, мен адамдармен не нәрсе үшін және не нәрсеге мен адамдармен күресем, жауласам дейді. Сонда ол айтады, сенмен жауласқанмен жаулас. Ал егер ол куәлік келтірген болса, Алланың бірлігіне, пайғамбарымыз Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам оның елшісі екеніне куәлік келтірген болса, онда оны тиісуге болмайды.
оның қаны, жаны, мал дүниесі арам етілген, оған тиісуге болмайды деп айтады. Сенмен күресіп жатқан мушрик, сені өлтіргісі келіп тұрған мушрик, сені жойғысы келіп тұрған мушрикті қорғану мақсатында сен онымен жауласасың деп Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям Али радиаллаху анхуға сөйтіп айтқан. Ал енді Муаз ибн Джабал, Алла одан разы болсын, оны Йеменге Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям басшы етіп жіберіп жатқан кезінде оған бұйырады, сен ең әуелі сол жердегі тұрғындарға, сол жердегі елді мекендерге не істе дейді? Шахадаға шақыр дейді. Шахаданы үйрет дейді. Ол ла иляха иллаллах Мұхаммад Расулуллах. Қашан ол шахаданы үйренсе, соны қабылдаса, соған иман келтірсе, одан кейін барып оны намазға үйрет, бұйыр, және оларды зекетке үйретіп бұйыр дейді. Міне осындай нәрсе осылай басталған еді бастапқыда дін тараған кезінде. Сонда адамдар арасында, жаңа біз айттық мушриктердің арасында мұнафиқтар болды. Мұнафиқтар ол кезде көп болды. Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям кезінде, Абу Бакр Сиддиқ кезінде де мұнафиқтар болды. Олар тілмен айтатын еді, ла иляха иллаллах деп. Бірақ олар намаз оқуға келген кезінде, зекет беруге келген кезінде, немесе тағы басқа діни бұйырылған әмірдерге келген кезінде, олар әлсіздік танытқан еді, бұрылып кеткен еді, мұсылмандардан теріс бұрылып, керек болса сатып кетіп оларды. Сондай бір істер орын алған болатын. Сондықтан көбінесе Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям айтатын еді, куәлік келтірген, намаз оқыған, зекет берушілер, міне соларға тиіспеңдер деп айтатын еді. Өйткені ол кезде бастапқыда калима айтатындардың арасында, жаңа айтқанымыздай, калимасын айтады, бірақ жүрегінде дін жоқ. Сондайлар болды. Енді ары қарай қарайық. Осы жерде айтты, уқатилан нас, хадисте айтады, адамдармен күресу. Адамдар деген кезінде осыны қалай түсінеміз біз? Барлық адамдар ма? Әлде жекелеген топ адамдар ма? Араб тілін үйренген, былайша айтқанда, бастапқы сатыда араб тілін үйренген, ол айтуы мүмкін былай деп. Инсан деген ол адам, аннас деген адамдар. Көпше түрі адамдар. Адамдар енді көп қой, дұрыс па? Бірақ мына бір аятқа көңіл бөлейікші, құрметті жамағат. Хадж сүресінің 27-ші аятында Алла тағала бисмиллахир-рахманир-рахим «Ва аззин фин-наси бил-хаджи я'тука риджалан». Садақаллаху азим. Яғни адамдарды қажылыққа шақыр. Олар көп болып келеді саған қарай. Сол қажылыққа қарай келеді дейді. Яғни осы жерде Алла тағала бұйырады, адамдарды қажылыққа шақыр дейді. Бұл аятты біз қалай түсінеміз? Тәпсіршілер айтады, бұл жерде «Уәззин фин-нас» дегенде, «аннас» деген сөзі адамдар деп, ауамды сөзін өзі көпшілікті білдіргенімен, бірақ бұл жекелеген адамдарға айтылған. Кімдерге? Бұл момын мұсылмандарға қарата айтылған сөз. Момын мұсылмандарға айт, қажылық жасасын. Момын мұсылмандарға айт, қажылық істеуге келсін. Басқа аятқа көңіл аударайық. Бисмиллахир-рахманир-рахим. «Ва юкаллимун наса фил махди ва кахла ва минас салихин». Ал-Имран сүресі 46-шы аят. Бұл жерде Алла тағала Иса пайғамбардың оқиғасы жайында айтады. Сонда Иса пайғамбар кішкентай кезінде, сәби күйінде адамдармен сөйлесетін еді дейді. Салихалы болғандардан адамдармен сөйлесетін еді дейді. Осы жерде аннас деген ол адамдар. Бірақ Иса пайғамбарымыз кішкентай кезінде барлық адамдармен тегіс түгел сөйлесіп шықты ма? Жоқ, олай болмады. Бұл жерде аннас деген ол жаңағы яһудилердің иман келтірмей жатқан, Иса пайғамбардың пайғамбар екеніне иман келтірмей жатқан яһудилерге Алланың ақиқат дінін жеткізу үшін, Мариям анамыз пәктігін дәлелдеу үшін, он тіліне, Алла тағала тіліне сөз бітіріп, ол сол адамдармен сөйлесетін еді. Барлық адамдар емес, жекелеген адамдармен. Және сол куә болып жатқан, сол мекендеген, сол жағдайға байланысты қатысты болған адамдармен сөйлескен. Сөйтіп ол бұл аятта аннас деген барлық адамдарды білдіргенімен жекелеген бір топты білдіріп жатыр.
мынандай бір терминология бар усул фиқте. Ол жерде не дейді? Әл-амуллази юраду бихил әл-махсус дейді. Көпшілік сөз келеді, бірақ ол жерде хас нәрсе қамтылады, жекелеген мәселе қамтылады. Және осы аят хадистегі біз келтірген адамдармен күресуге бұйырылған едім дегендегі адамдар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мушриктермен, Мекке мушриктерімен күресу туралы сол жағдайға, сол мекенге, сол уақытқа қатысты айтылған сөздер бұл жерде. Біз қазір бұл хадисті оқып алып, ойбай күресу керек екен деп, іле шала жүгіріп барып, біреудің желкесінен алуға ешқандай құқығымыз жоқ. Бұл хадиске сүйене отыр. Өйткені Бақара сүресінің 190-шы аятына тағы да көңіл бөліп қарайтын болсақ, ол жерде Алла тағала бізге не дейді? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вақатилу фи сабилиллахи аллазина юқатилунакум ва ла та'таду ва ла та'таду. Садақаллахул азим. Не дейді? Сендерді өлтіргендер, сендермен жауласқан, сендермен соғысқандармен, сендер де Алла жолында солай жауап беріңдер оларға. Және шектен шығып кетпеңдер дейді. Яғни шектен шықпа деген, олар бастады ма, жауап бер. Олар тиіспеді ма, сен де оларға тиіспе. Ол саған соғыс ашты ма, сен оған жауап бересің. Ал яғни сол жағдайдағы, сол кезендегі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кезіндегі мушриктер егер бастаса, соғыс бастаса, онда шектен шықпастан тура солай жауап береді. Ал енді тағы да ары қарай көңіл аударсақ, ол жерде не делінеді? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Куффу айдиякум ва ақимус-сала ва атуз-зака. Ниса сүресінде айтады Алла тағала. Бұл жерде не дейді? Қолдарыңа ие болыңдар дейді Алла тағала бізге. Қолдарыңа ие болыңдар, намаз оқыңдар, зекетті беріңдер дейді. Қолдарыңа ие болыңдар дегеніміз, қолыңдарымен арам нәрсе жасап қоймаңдар. Біреудің мал мүлкісін тартып алмаңдар. Біреудің өміріне, біреудің денсаулығына, біреудің жеке ісіне зиян тигізіп қоймаңдар деп Алла тағала бізге бұйырады. Намаздарыңды оқыңдар, зекеттеріңді беріңдер. Бірақ куффу айдиякум, қолдарыңа ие болыңдар дейді Алла тағала. Келесі Шура сүресінің 40-шы аятында көңіл аударсақ, бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва жазау саййатин саййатан мислуха фаман саййатун мислуха фаман афа ва аслаха фа ажруху алаллах. Садақаллахул азим. Ол жерде не дейді? Жамандықтың қайтарымы тура сондай сияқты жамандық болу керек дейді. Ал енді кімде-кім кешіріп түзететін болса, ізгілік жасайтын болса, жақсылық жасайтын болса, фа ажруху алаллах, оның сауабын Алла тағала береді, әлбетте береді. Демек, жамандыққа жамандықпен жауап берсем болады, бірақ тіптен жақсы болады, сен үшін жақсы болады, осы дүниеде және ақыреттегі саған жақсылық болады, егер сен кешірсен, афа ва аслаха, түзетсен, ізгілік жасатсан, жақсылық жасасан. Келесі аятта Шура сүресінде уаман сабара ва гафара инна залика мин азмил умур. Садақаллахул азим. Ал кімде-кім қандай да бір қиыншылыққа, қандай бір опасыздыққа, қандай да өзіне қатысты жасалған қысымдық пен қиыншылыққа қарамастан сабыр ететін болса, және ол кешіретін болса, инна залика мин азмил умур. Істердің ең маңыздысы, ең абзалы, ең жақсысы осы болады дейді Алла тағала. Және мына нәрсеге көңіл бөлейік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып отыр, маған бұйырылды адамдармен күресу дейді. Бірақ мушриктер, Мекке мушриктер оған опасыздық жасады. Жанұясынан ажыратты, өзінің тайпасынан ажыратты, өзінің мекенінен, туған қаласынан, туған жерінен қуып шығарды. Бірақ еске алайықшы, Меккені фатх жасаған кезінде момын мұсылмандар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалармен бірге Меккеге кірген кезінде ол не деді? Изхабу антумуттулақа дейді. Барыңдар, бара беріңдер, сендер бүгін боссыңдар деп бүкіл жаңағы Меккедегі мушриктерге,
қиянат жасаған, опасыздық жасаған, қаншама былайша айтқанда мұсылмандардың қатарынан қанды ағызған, туыстық байланысты үзген, малдарын тартып алған, әртүрлі қиянат жасаған, керек болса Аллаға тіл тигізген, Алла елші саллаллаху алейхи вассаламға тіл тигізген мушриктерге барлығына не деді? Сендер боссыңдар, бара беріңдер деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Бірақ мына хадиске сүйене отырып, умирту ан уқатиля деген, яғни мен бұйырылдым олармен күресуін деп барып, оларға жауап қайтарса болатын еді ғой. Алла елшісіне, бірақ Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам олай істемеді. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам олардың барлығын Алла үшін кешірді. Және оларды не істеді? Боссыңдар деп жібере салды. Таифты еске алайық. Таифта не болды? О жерде де мушриктер былайша айтқанда тас лақтырып, жаман сөзбен балағаттап, кішкентай баласынан бастап қарт қариясына дейін Алла елшісі саллаллаху алейхи вассаламға жамандық жасаған еді. Тіпті қанын ағызған еді Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам. Бірақ ол не істеді? Оларды кешірді. Дұға жасады керісінше, Алла тағала осылардың қатарынан ислам дінін қабылдайтындар болсын, мұсылманшылыққа келетіндер болсын деп. Сол дұғасының арқасында, кейінгі сол кешірімі, мейірімінің арқасында мен қиянат үшін, жамандық жасау үшін жіберілген жоқпын, мейірімділік пен рахымдылық үшін жіберілдім деген Алла елшісі саллаллаху алейхи вассаламның Таиф елді мекеніне жасаған дұғасының арқасында Таиф қаласынан, Таиф мекенінен неше түрлі ғалым ғұламалар шықты, неше түрлі ізгі момын мұсылмандар сол елді мекеннен шыққан еді тарихта. Айта берсек көптеген мысалдар бар. Бірақ бұл хадисті кейбіреулер бұрмалайды, өзгертеді. Ойбай соғысу керек, ойбай мушриктермен қақтығысу керек, үйту керек, бүйту керек деп өздерінің адасқан ұғымымен, адасқан бір сенімімен, адасқан бір өзінің түсінігімен осы хадисті бұрмалап, басқаша реңге келтіріп айтып жүретіндер ондайлар да бар. Сондықтан құрметті жамағат, Құрандағы аяттар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерін оның оқыған кезде, онымен танысқан кезінде, ол аяттың не мақсатта, қандай кезде, не үшін жіберілгендігін, қандай жағдайға байланысты келтірілгендігін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қандай хадисті айтқан болса, соны қандай мәселеге қатысты, қандай оқиғаға қатысты айтылғандығын көзіміз жетіп барып, соны түсініп, ұғынып барып, оны қабылдамасақ, адасып кетуіміз бір сәтте. Сондықтан бұл хадистерді, мына имам Науауи келтіріп отырған хадистер, соның ішіндегі осы хадис өте маңызды хадистердің бірі. Яғни қандай тұрғыда маңызды? Егер ля иляха иллалланы айтқан болса, Мұхаммад Расулулланы айтқан болса, намаз оқып, оразасын ұстаған болса, момын мұсылманның қандай болсын, оған ешқандай қиянат жасамау керек. Егер намаз оқымай, ораза ұстамай, ля иляха иллалланы айтпаған адам болса, оған ешқандай қиянат жасамауымыз керек. Егер ол сізге бір нәрсе жасап қоймайынша. Ал енді біздің заманымызда ол заңмен реттеледі, ол ішкі тәртібімізмен реттеледі. Ол бұрынғы замандағыдай қылышқа қылыш сермеп, пышаққа пышақ сермеп дегендей сияқты нәрсемен іске аспайды. Ол дұрыс емес. Бұл жерде заң бар, бұл жерде талап бар, тәртіп бар. Сол қағидамен, сол тәртіппен біз өмір сүреміз. Сол заңдарға біз сүйенеміз. Алла тағала баршамызды осы Құранды дұрыс түсіне білген, хадисті дұрыс ұғына білген момын мұсылмандардың қатарынан болуымызды баршамызға Алла тағала нәсіп етсін. Адасып қалудан, қателесіп қалудан, хадис пен аяттарды дұрыс түсінбеуден Алла тағала баршамызды сақтасын, жүрегімізге парасаттылықты нәсіп етсін. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин ва салату ва саламу аля саййидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Алла разы болсын.